Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біздер орысша айтқанда луковые кольца деп аталады, яғни қазақша аудармасы пиязды жүзіктер. Өте күтірлеп дәмді болып шығады. Менімен бірге жасап көріңіз. Бізге қажетті құрам бөліктер: бір жұмыртқа, панировочный сухарик, ұн керек болады, паприка мен тұз, жарты стақан су және оливкалы май, 2 пияз қажет болады. Алдымен жұмыртқамызды венчигімізбен араластырып аламыз. Оның үстіне ұнымызды саламыз. Паприкамыз бен тұзымызды да салып, су құйып араластырамыз. Өте қою болмау керек, сондықтан суды қарап көз мөлшерімен құйсаңыздар болады. Міне осындай көлемде болу керек. Енді бір ас қасық оливковый майымызды құямыз. Оливковый май жоқ болса, онда күндегі қолданып жүрген сұйық майды қолдануға да болады. Араластырып аламыз. Ендігі кезекте пиязымызды дөңгелектеп тураймыз. Өте жұқа қылып жібермеңіздер. Өте қалың да емес, орташа көлемде турап аламыз. Дәл осылай. Пияздарымыздың арасын ашып аламыз, өзімізге ыңғайлы болу үшін. Дайын тұрған клярымызға осы пияздарымызды 3-4 данадан салып араластыратын боламыз. Шанышқының көмегімен жақсылап араластырып, біртіндеп панировочный сухаригімізге салып, жан-жағына бір тегіс жағып алатын боламыз. Осы дайын болған жүзіктерді формамызға салып, астына пергамент қағазын төсеу міндетті емес. Төсем десеңіздер де болады. Мен бұл жерде тефлоновый коврик пайдаланып жатырмын. Барлығын осы реттілікті сақтай отырып, формамызға жинап аламыз. Бұл әдіс бойынша қызып тұрған майда пісіріп алсаңыздар да болады. Бұл әрине өз қалауыңыз бойынша жасауға кеңес беремін. Духовкада піссе де өте дәмді, күтірлеп, сондай дәмді, керемет болып шығады. Жасап көріңіздер. Мінекей дайын қызып тұрған пешімізде қызарғанша пісіріп аламыз. Екінші бөлігінде дәл осы ретті сақтай отырып дайындап аламын. Бір жасағаннан өте керемет болып шығады. Балдарыңызға ұнайды. Мінекей дайын. Жұқа қылсаңыздар осындай күйіп кетуі мүмкін. Сондықтан орташа көлемде турауға кеңес беремін. Қалған бөліктерінің барлығын дәл осы ретпен пісіріп аламыз. Сонымен достар, міне біздің жүзіктеріміз дайын, өте дәмді әрі күтірлеп тұр. Рецепт ұнаса арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Замира. Сау болыңыздар.